Құрметті тыңдаушылар, біз келесі дәрісімізді бастайық. Ол горизонтальды соғу машинасында штамптау. Осы горизонтальды соғу машинасы штамптау процесі сіздің алдыңғы айтып кеткен жабдықтардан айырмашылығына тоқтап кетейік. Ең басты мәселе, егер молотты штамптау процесінде біз жоғарғы штамп бөлігінің қозғалуын реттей алсақ, газ ауа берумен, бу ауа берумен газ емес кешіріңіздер. Келесі міне горизонталды соғу машинасы және алдындағы тақырыптағы 7-ші дәрістегі айналшақты штамптау престерінде екеуінде машинаны жұмыс істеу принципі қағидасы бірдей деуге болады. Тек айырмашылығы, егер айналшақты штамптау пресінде вертикальды бағытында штамптау процесі жүрсе, горизонтальды соғу машинасында ол горизонтальды бағытында, аты да өзі айтып тұр, горизонтальды соғу машинасында штамптау технологиясы. Және осы бүгінгі тақырып горизонтальды соғу машинасы штамптау ерекшелігін, алдыңғы айтып кеткен жабдықтарда штамптау процесінің айырмашылығын, сол мәселелерге тоқтап кетейік. Және жалпы штамптау технологиясына да тоқтап кетейік. Енді әрі қарай міне горизонтальды соғу машинасында тағы да қайталап кетейік. Штамптау процесі горизонтальды бағытында жүреді. Және міне айтып кеткендей ұзын жұқа дайындамаларды жасауда кеңінен қолданады. Тек ең бірінші ерекшелігі немесе алдыңғы жабдықтарда штамптау айырмашылығы, мұнда бастапқы даярлама, сортты прокат, домалақ прокат қолданады. Олар барлық ұзындығы бойында штампталмайды. Тек қана осы дайындаманың бір бөлігі ғана, үш жағында орналасқан бөлігі ғана штампталуымен сипатталынады. Осы алдындағы молотпен және айналшақты штамптау престеріндегі мәнді айырмашылығы. Және жұмыс істеу қағидасы принципі міне айналшақты штамптау престеріндегіндей, және осы престерде штамптаудағында қиындықтар орын алады. Ол жаңағы жоғарғы және төменгі шектік нүктелерін өткен кезде, егер дайындама көлемі тым артық алынса, онда осы шектік нүктелеріне өтпей қалуы да мүмкін. Мінекей соғу бөліміндегіндей, соғу бөлімінде біз осы машинада іске асатын процесті қарастырғанбыз. Ол дайындаманың барлығы емес, бір жеке бөліктерін отырғызу, высадка деп айтқанбыз бұны. Барлық көлемі бойынша отырғызылмайды, дайындама тек қана бір бөлігі ғана міне отырғызылады. Міне осы процесс горизонтальды соғу машинасында іске асырылады. Және ең бір представители дейді ғой, осы машинаның алдындағы паковкалардың представители дейміз, ол клапандар, ұқсас ұзын қалыңдатылған бөліктер бар, паковкалары. Осы машиналарды орындалады. Ұзын шыбықты дайындамаларды қысып тұрып, үш жағындағы бөліктер отырғыза алады. Мұны келесі суретте алдындағы дәрістегі айналшақты штамптау престерінде және міне осы бүгінгі тақырыпта горизонтальды соғу машинасындағы машинаны жұмыс істеу принципін тоқтап кетейік. Машинаның өзі міне бір-біріне өзара байланысты түйіндер, звеньялардан тұрады. Ең басты сол айналшақ, назар аударыңыздар, міне көрсетіп отырмын. Овал, сопақ
элемент, сопақ элемент, шатун, ползундар міне. Шатун және мына жерде өзара бір-біріне байланысқан екі түйін, рычаг дейміз. Оған төменгі жартылай матрица жалғасады, жоғарғы матрица тұрақты қозғалмайды, және екеуі қиысқан кезде арна түзейді. Арнатын паковканың пішіміне сәйкес. Және мына жерде тіреу бастапқы дайындаманы ұзындығын қамтамасыз ететін, және бастапқы дайындаманы өзі бірінші сорт прокат, домалақ прокат, және тағы да басқа. Міне осы бастапқы дайындаманы шығана қыздырылған соң, қыздыру пештерінде тіреуге дейін міне орналастырамыз. Енді көзіне өзі ұстап тұрады осы тіреуге дейін. Және мәшинені қосқан кезде электр қозғалтқыш болу керек. Мына жерлерде электр қозғалтқышты қосқан кезде айналшақ айнала бастайды. Және сопақ элементті айнала бастайды. Нәтижесінде мына шатундар горизонтальды бағытында жылжиды. Біріншісі ползунды қозғайды горизонтальды бағытында, екіншісі өзара байланысында түйіндер арқылы төменгі жартылай матрицаны жоғары қарай қозғап, нәтижесінде бастапқы дайындаманы қысып тұрған сәтте, сол сәтте жоғарғы ползун штамптайды. Жаңағы қыздырылған бөлігін ғана отырғызылады. Оны біз жаңа айтып кеттік. Соғу үрдісінде высадка дедік, немесе отырғызу. Және тағы да высадканы қазақша шөктіру деп. Нәтижесінде мұны жаңа айтып кеткен клапанға ұқсас паковка алынады. Енді мұнда алынатын паковкалар номенклатурасы өте кең. Домалақ, тікбұрышты, басқа да пішінді, ішінде тесігі бар, алуға болады. Тек ол паковканы келесі жабдықта кесіп, шыбықтан кесіп бөледі. Міне осымен ерекшелігі, осы машинада штампты ерекшелігі осында. Жаңағы тағы да қайталап кетейік. Бастапқы прокат барлық ұзындығы бойында штампталмайды, тек қана шығана шөктіріледі. Және машинаның жұмыс істеу принципі қағидасы келесіде. Міне өзара бір-біріне байланысқан элементтер байқап отырсыздар. Кривошип, айналшақ дейді біз оны. Сопақ элемент. Міне осылар айналу барысында осы екі элемент шатундарды және бір-біріне өзара байланысқан түйіндерді қозғалысы береді. Біріншісі горизонтальды бағытында қозғайды ползунды, ползунғы штамп бекітілген. Екінші жартылай матрицасы. Және шыбықты қысқан сәтте, сол сәтте жоғары ползун штампта бізге қажет бұйымдар қамтамасыз етеді. Осындай үрдісті горизонтальды соғу машинасында соғу штампты үрдісі деп атайды. Келесіде жазылған ползунның жұмыс жүрісі тек қана кейбір берілген бөліктері отырғызатын дайындаманың өсі бойында, горизонталь бойында іске асырылады. Горизонтальды штамптауға қажетті жабдықтар, айналшақты шатунды механизмдер дейді. Міне көрсетіп кетейін сіздерге. Ол, мен айтып кеттім, тек сендер өзіндікті тағы да мына жерде жазып кетесіздер. Алдындағы 7-ші дәрістегі айналшақты штамптау пресіндегіндей жұмыс жасайды. Тек қана алдындағы 7-ші дәріс ол вертикальды бағытта жұмыс жасаса, мұнда горизонтальды бағытында жұмыс жасалынады. Және шыбық дейді бірінші, пруток дейді, ол немесе прокат дейді. Бірінші матрицаға, екінші матрица қысылып, тек қана тіреуге дейін беріледі. Өйткені ең басты мәселе, қазір жеке тоқтап кетеміз, штампталатын бөлімдігін ұзындығын қамтамасыз ету. Матрицада орналасқан штампталатын бөлігін ұзындығын қамтамасыз. Егер
оған ең басты мәселе тым ұзын немесе тым қысқа болса ақаулы упаковка аламыз. Тым ұзын болса ол айналшақ жаңа шектік түзетпей қалып заклинивание дедік біз, оны біз алдыңғы тақырыпта айтқанбыз. Сондай құбылыс болуы мүмкін. Егер ұзындығы тым аз болса, матрица арнасы толмай қалуы да мүмкін. Міне тіреуге дейін жылыстырады. Және тағы да қайталап кетейік, айналшақ айналу барысында ползун осы көлемін отырғызады. Ел В дейін ұзындығында орнатылған. Оны шығып тұрған ұзындығын біз ел В тең болады. Және ползунның төртінші. Шыбыққа қарай, прутокқа қарай горизонтальды бағытына қозғалады. Мен оны енді айтып кеттім. Сіздер өздеріңіз мына жерде асықпай тағы да тоқтап кетесіздер конспектлеген кезінде. Мына жерде осы суретті көрсетіп кеттім. Міне онымен қоса рычагтар дейді көрсетілген. Рычагтар өзара бір-бірімен байланысты сол жүйесі. Осы жерде тағы да ерекшелігі бұл машинаның матрица, міне қозғалатын матрица 7. Және қозғалмайтын матрицаға қысып шыбықты қысып, және жаңағы қыздырылған бөлігі штампталып өтеді. Штампталып алады. Келесіде төмен қарай, мен енді оны айтып кеттім, сіздер міндетті түрде жазуларыңыздар келтірілген. Қандай элементтерден тұратын пуансо, матрицалар, арасында қысылатын шыбық, және тағы да басқа элементтерін сіз олар өз дәптерлерінде жазып конспектлеулерсіздер. Мен қана жұмыс істеу принципін және ерекшелігіне тоқтап кеттім. Горизонтальды соғу машинасында штамптау үрдісінің. Енді технологиясына керек. Мен айтып кетейін деген бір сәт. Осы алдындағы молотта болсын, ыстықта штамптау пресі, мына горизонтальды соғу машинасы принципін ол білген дұрыс. Оны мен тағы да қайталап кетейін, жеке пәнді өтесіздер. Біздің өтіп атқан пәніміз ол технологиясы. Осы машиналарды штамптау технологиясы. Екеуі бір-бірімен де өзара байланысты. Өйткені штамптау технологиясын біз жабдықсыз іске асыра алмаймыз. Өздеріңіз байқап отырсыздар. Мына шыбықтың бөлігін осы соғу машинасымен арқылы іске асырып тұрмыз. Сондықтан да осы технологиямен, штамптау технологиямен жабдықтардың арасында байланысты өте тығыз. Өйткені менде соңғы штамптау машиналар жеке пәнді өтесіздер. Сондықтан да біз осыны сіздерге назар аударсыз. Сондықтан да біз технологиясына тоқтап кетейік. Ең басты міндет ол осы шыбықтың штампталатын ұзындығын анықтау. Ел В деп белгіленген. Ел деген ұзындығы для высадки деген мағынада орысша. Міне осы ұзындығын дұрыс анықтауымыз. Тағы да мен қысқаша ғана айтайын. Өйткені оны дұрыс ұзындығын анықтамасақ, тіреуге дейін біз береміз ғой, қыздырып. Егер тым аз болса, матрица арнасы толмай қалуы мүмкін. Артық алсақ, онда жаңағы күйреу дейміз бе, машинаның авариялық жағдайға әкелуі мүмкін. Немесе тоқтап та қалуы мүмкін. Өйткені мына кривошип айналшақ төменгі шегінен өтпей қалады. Сондай болдыртпау үшін ең басты бізде технологиясын жасауда осы горизонтальды соғу машинасында ол осы ел В ұзындығын дұрыс анықтау. Мына келесі суретте ол келтірілген. Міне тіреуге дейін анықталған ел В ұзындығына дейін береміз. Осыған үшін бастапқы кезінде айналшақ бастапқы күйінде мына жағдайда болады, мен көрсеткен. Ал мына элементіміз
мына келесі шектік жағдайында тұрады. Бастапқы шектік жағдайында тұрады айналшақ мына элемент. Және екі матрица ажыратылады. Осы ажыратылған бөліміне бастапқы дайындама қыстырылып, жаңағы мен айтып кеткен анықталған ел В ұзындығына беріледі. Ол үшін тіреу ескерілген. Тіреуге дейін береміз. Және осы тіреуге берген кезде машинаны қосқан кезде машинаның әсерінен жаңағы бір-бірін өзара байланысты механизмдер арқылы ползу мен төменгі матрица бір-біріне қарай жылжи бастайды. Мына келесіде горизонталды соғу машинасында штамптаудың жұмыс істеу қағидасы берілген. Мына дайындаманы шыбықты бір деп суретте бар. Жылжымайды матрицасын екінші жылғасына дейін тіреуішке дейін орнатады. Менен осының бәрін алдын ала жаңа айтып кеттім. Мен енді сіздерге тура осы жазба бойынша жүрмеймін деп айтқанмын. Тағы да мен қайталап отырмын. Машинаның жүріс барысында шыбықты қысқан кезде бүйір беттерінде күштер пайда болады, индепендент күштер. Және ұстап тұру үшін екеуіліс күштерінің да бұл жерде маңызы көп. Екеуіліс күштер де пайда болады. Мына келесі шарт. Штамптау күші мен екеуіліс күші теңескен жағдайда мына П дегеніміз сол жаңа отырғызу күші. Мына осы шарт. Осы шарт орындалған кезде штамптау өзі іске аса бастайды. Келесіде жаңағы осы айтқанымыздың кезеңдері келтірілген. Мына төменгі қозғалатын матрица шыбықты қысқан кезде мына жаңағы екеуіліс күштеріміз қысқан кезде оны мына бағытта қозғалмауға міне П күшіне қарама қарсы бағытталған, сондықтан да келесі шарт шығып отыр міне осыдан. Және осы шарт орындалған кезде штамптаудың процесі іске аса бастайды. Келесі суретте осы көрсетілген. Және шыбықтың бір жақ шеті қалыңдатылған, жуандатылған дейді енді. Қалыңдатылған және оның көлденең өлшемдері ұзындығының есебінен ұлғаяды. Немесе жаңағы ұзындықты, елі ұзындықты осы арнадағы металл көлемін теңестіріп анықтаймыз. Ол технологиясында осы есептегенде, горизонталды соғу машинасы технология есептегенде қажет. Және осы ұзындығын есептеу кезінде, оны L дедік, оның қатынасы шыбықтың диаметрінен 2-3 есе болу керек. Немесе оның қатынасы жаңа L мен диаметрінің қатынасы 2-3-ке тең болу керек. Егер одан асып кетсе, 4-5 болса, бойлық иілуі әбден мүмкін. Сондықтан да ондай шартты қолданады. Кейде міне жартылай матрицалар аралығында ажырайтын бөлігінің болмауы, штамптау ылдисыз болу, ол да ерекшелігі. Штамптарда ылдилар болмайды. Өйткені ылдилар не үшін қолданамыз? Молотта ыстықта штамптау алдындағы жабдықтарды паковканы жеңіл шығару үшін. Бұл жерде төменгі матрица ажыратылған соң паковканың өзі арнасына жеңіл шығады. Сондықтан да келесі ерекшелігі аралығында ажырайтын бөлігінің болмауы, ажырайтын бөлігі мына горизонталды өсу бойында өтеді. Мына бағытта ескерілмеген ажырайтын бөлігі және ылди ескерілмейді. Өйткені паковка штамп арнасына жеңіл шығарылады. Келесі есептеулеген кезде паковканың қажетті өлшемдері мен пішінін анықтау, паковка жаңағы алынатын
бастапқы дайындама өлшемдерін анықтау үшін міне келесі шарт, ол көлем тұрақтылығы шартын қолданамыз. Көлем шартын қолданамыз. Ол жаңағы штампталатын бөлігінің көлемімен, және бастапқы осы матрицаға да шығып тұратын ұзындығының көлемі, мен сізге көрсетіп тұрмын. Теңестіреміз, және міне қатынасы жаңағы елва ұзындығы мен прокаттың диагоналы 2,5-нан аспау керек. Орнықты штамптау үшін. Ол ем әрпімен мына жерде белгіленген. Міне осы көлем тұрақтылығы шартынан біз штампталатын дайындама сортты прокаттың ұзындығын анықтаймыз. Және бұл жерде өте қатаң назар аудару керек. Алдындағы болып кеткен құбылыстарды болдыртпау үшін, кері құбылыстар болдыртпау үшін. Міне технологиялық есептеулеріміз міне осы жерге негізделген. Бастапқы дайындаманы, штампталатын бөлігін көлеміміз паковка сызбасы бойынша біз анықтай аламыз. Барлық жаңағы шығындарды ескере отырып, ең басты шығыны қыздырған кезде қақ, онымен көзден қабырғышықтарына, саңылауларға, понсон мен матрица арасында ағып кететін қабырғышықтар мына жерде айтып кету керек. Түйдегі жырашық ескерілмейді, түйдегі жырашық жоқ мұнда. Көбінесе жабық штамптау процесі іске асырылатын бұл машиналарда. Енді өткенмен барлық шығындарды ескере тұрып, келесі көлем тұрақтылық шартынан осы штампталатын бөлігінің ұзындығын есептейміз дейік. Есептеп анықтаймыз. Бастапқы жаңа шығып тұрған шыбықтың шөктірілетін көлемі, жаңа мен айтып кеткендей, келесі шығындарды жаңа мен айтып кеттім. Мына формулада ол жаңа мен айтып кеткен шығындар ескерілген. Ол ұсталық бұйымның көлемі, жаңағы қабықшаға кететін көлемі, күйік 2% алынады немесе 1%. Міне осыларды ескеру керек. Өйткені осы шығындарды ескермесек, онда паковкамыз талап етілетін өлшемдерін қамтамасыз ете алмаймыз. Енді қысқаша айтқанда металл жетпейді қалуы осы шығындарды ескермесек. Сондықтан да қабырғышық дегеніміз шамаланған қабырғышық, ол жаңағы матрица мен понсонның арасына ағады. Кейде оны біз мына осы 9-1 кестеден немесе арна анықтамаларын аларамыз. Жаңа шөктіретін бөлігін диаметріне тәуелді міне көрсетілген. Міне осы Т өлшемін, және басқадай міне В өлшеміне тәуелді біз осы Т қабықшаны келесі кестеден алып, және шөктірілетін көлемін анықтаған соң, шөктірілетін бөлігінің ұзындығын есептейміз. Мына жерде келтірілген. Мұндағы F деген дайындаманың көлденең шыбықтың қимасының ауданы F. Және еркін отырғызу дегеніміз енді ешқандай мына жерде шектеулетін қабырғаларымыз ескерілмеген, еркін отырғызылатын. Ол енді жаңа ел В мен диаметр қатынасы 2,5-ға тең болмаса еркінде отырғызып штамптауға болады. Кейде ол шарт орындала бермейді. Ұзындығы асып кетуі мүмкін, диаметрден 2,5-нан асып кетуі мүмкін. Мұны осы мына жерде келтірілген шөктірілуде дайындама шөктірілетін бөлігін тұрақтылығын дегеніміз жаңағы бойлық бағытында иілмеуі. Горизонталь бойлық бағытында иілмеуі тұрақты дейді. Қамтамасыз ету үшін келесі қатынастарды қолданамыз.
келдесем біріншісі сол жаңағы шөктілетін ұзындығы мен альфа мәні және мынау келесі шектік мәні. Осы мәнді осы келесі формула арқылы анықтай аламыз. Анықтауға болады мына 50 миллиметрден тең болған кезде және 50 метрден жоғары болған кезде, жерде кем болған кезде осы шектік мәні қалай есептелінеді. Мұнда міне ескерілген N берілген материалдың шөктеу температурасы сәйкес және беріктену қисықтарын арқылы осы беріктену коэффициенті келесі альфа дайындама ұшының қиғаштығын сипаттайтын бұрышы бекемдеу коэффициенті 903 формула арқылы есептелінеді. Беріктену коэффициенті және тұрақтылық шегін біз анықтай аламыз. Қанша қатынасқа дейін ол тұрақты болады. 2-ден 7 ме, 3-ке ме, немесе одан да көп па. Қандай қатынастарға ол жағдайында тұрақты болады жаңағы шөктіру процесіміз. Беріктену коэффициентіне байланысты. Беріктену коэффициенті мына келесі қатынастарға тәуелді есептеулерді мына қабылдайтын деформация дәрежесі, кернеу мына беріктену қисықтары, арнайы осы материалдардың беріктену қисықтарынан графиктермен алынады. Осы деформация дәрежесіне сәйкес нәтижесінде мұны беріктену коэффициентін есептеп біз осы қатынас шектік шөктілетін ұзындығы салыстырмалы шектік мәнін анықтай аламыз. Қанша қатынасқа дейін осы процесс біз іске асыра алатындығымыз. Мен осымен горизонтальды соғу машинасындағы штамптау технологиясын аяқтаймын. Келесі тақырыптарда ол гидравликалық және тағы да басқа жабдықтарда біз осы штамптау үрдісін өткен кезде осы алдындағы өткен тақырыптардағы жабдықтардағы штамптау технологиясымызды салыстырамыз. Сондықтан да бүгінгіден мен осы дәрісті аяқтаймын.